Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге түріктің өте дәмді болып шығатын тағамы бөректі бірге дайындайтын боламыз. Сонымен бөректі жасауға кірісейік. Үлкенде ыдысқа 1 стакан жылы су, 1 стакан жылы сүт және 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. Дайын сұйықтығымызға 4-4,5 стакан шамасында електен өткізілген ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай біркелкі әрі жұмсақ болып шығуы керек. Дайын болған қамырдың бетін жауып, 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Осы уақыт аралығында бөректің салмасын дайындайық. Бізге 2-3 туралған пияз және 500 грамм тартылған ет қажет болады. Ыдысты отқа қойып, өсімдік майын құйып қыздырамыз. Ең алдымен етті салып жақсылап қуырамыз. Ет қуырылып болған соң, үстіне туралған пияздарды салып қуыруды жалғастырамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Бөректің салмасы да дайын. Қамырды ыдысынан алып, 6 бөлікке бөлеміз. Қамырдың бір бөлігін алып, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырға ертілген сармайды біркелкі етіп жағып шығамыз. Қуырылған етті 6 бөлікке бөліп, соның бір бөлігін осы қамырға саламыз. Қамырдың шетіне осылай ұзындау етіп жайып, үстіне туралған көк пияз бен укропты сепіп шығамыз. Содан соң видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Барлық қамырды дәл осылай қайталап орап шығамыз. Бір жұмыртқаға 1-2 ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны бөректің үстіне жағып шығамыз. 180 градус қызып тұрған духовкаға салып, пісіріп аламыз. Біздің бөрегіміз де дайын. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаған болса, дәл осы видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.